депрессияға түсіп жүрген болсаңыз, бір ойдың түбінде жүрген болсаңыз, осы видеоның соңына дейін көріңіз. Өкінішке орай бұндай жағдайдан сізді ешкім алып шықпайды. Тек қана өзіңіз ғана алып шығасыз. Әке шешең, бауырларың саған жаны ашиды, жаны ашиды, бірақ олар саған тек қана жылы сөзін айта алады, одан кейін сен үшін дұға жасауы мүмкін да, бірақ келіп сенің проблемаңды шешіп бермейді. Ол біріншіден да. Одан кейін сіздің өзіңіздің басыңызда қиыншылығыңызды шешімін біреу шешіп береді деп ойлау қате. Телефонда қазір өте көп, мынау әлеуметтік желіде көп мынандай мәселеңді, мынандай нәрсе істесең байып кетесің деген сияқты, хотя мынамен айналыссаң байып кетесің деген сияқты да. Өзіңнің ішіңде не болып жатқанын, миыңда не болып жатқанын түсінбей тұра, өзіңе не керек екенін түсінбей тұра, біреуден барып курс сатып алсам, менің проблемамның бәрі шешіліп кетеді, менің жағдайым жақсы болып кетеді, мен қарыздан құтылып кетемін, мен байып кетемін деп ойлау өте қате. Олай жасамаңыздар. Өкінішке орай сіздің ақшаңызға, сіздің проблемаңыздың шешімін сізге ешкім әкеп бермейді да, ешкім сізге шешіп те бермейді. Одан шығатын өзіңіз ғана. Өзіңіз іздену арқылы, өзіңізге сұрақ қою арқылы да. Одан кейін тағы да айтып кететін мәселе, үшінші мәселе. Мына сіздің басыңызда миыңыздың шектеуі жоқ. Бүкіл сізге керек нәрсенің жауабын біледі. Ол біледі сізге не керек екенін, сіз немен айналысу керек екеніңіз. Тек қана өзіңізден сұрау арқылы, өзіңізге дұрыс сұрақ қою арқылы, өзіңізге сену арқылы барлық мәселеден шығуға болады. Шешімді даладан іздемеңіздер. Мидың шектеуі, ойлауы, оның қабілеті шексіз. Барлығын істеп бере алады сізге. Мен үнемі солай жасаймын да, мысалға. Мен өзіме сұрақ қою арқылы, өзім айтады, миыма подсказка айтады да. Одан кейін тағы да айта кететін жағдай, мен неше жыл осы мұрныммен страдать еттім да, гайморитпен страдать еттім. Қыс болса болды, ауырамын, салқын жерде жатамаймын, мұздай бөлмеде жатамаймын. Даже далаға шықсам, мен басымды орап жүретінмін да, мына бетімді орап жүретінмін. Кішкене мұрнымнан жел кіріп кетсе, мен басым ауырады, гайморитім бар деп да. И одан осы кітап оқып жатырмын ғой, мен қазір Джо Диспензаның кітабын оқып жатырмын, Джон Кехан оқып жатырмын да. Сол жерде айтады, мидың істей алмайтын нәрсесі жоқ, барлығы ми істей алады деу арқылы өзіме енгіздім соны. Менде іш жерім ауырмайды, мен басым ауырмайды, суық маған ешқандай да әсер етпейді, мен мүлдем ауырмаймын дегенде деу арқылы осы гайморит менде жоқ болып кетті. Мүлдем жоқ қазір, басым да ауырмайды, қанша салқын жерде жүрсем де, жалаңбас жүрсем де мен ауырмаймын да. И соған қарай постоянно, қалай айтсам болады, жақсы нәрсенің болатынына сенемін да, и сол күйге қазірден бастап өзімді кіргізіп аламын. Осылай жасаңыздар, мен ешкім емеспін сіздерге, телефонның бер жағында сөйлеп отқан бір адаммын, сіздермен бөліскісі келетін да. Бірақ сіздер сол өміріңізге енгізіңіздер, қандай өмірді қалайсыз, соны қазірден бастап енгізе беріңіз өміріңізге. Менде бәрі жақсы болады, мен миллионер боламын, мен осындай жұмыс жасаймын, мен осындай ақша табамын деп сол күйге қазірден бастап кіргізіп алыңыз өзіңізді.